Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар, құрметті отандас бауырлар. Мен Самат Ахметов. 2020 жылы 10 желтоқсан күні Оңтүстік Корея елінің президенті Мун Чже Ин мырзаға Қазақстан азаматтарына жұмыс визасын беруін сұрап үндеу жолдадым. Халықтың қолдауымен үндеу президент әкімшілігіне жетті. Енді осы үндеуді қолдау мақсатында 2021 жылы 23 наурыз күні Қазақстан Республикасының президенті құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға Қазақстан Корея бойынша екі мемлекет арасында жұмыс визасы ашылуын сұрап, ашық видео үндеу жолдадым. Бүгін алған қуанышты хабар видео президент әкімшілігіне жетті. Және үндеудің мәтіні президент сайтында ресми түрде орналастырылды. Үндеуге 100 мың адамның даусын жинау үшін бізде бір ай ғана уақыт бар. Осы бір айдың ішінде біз 100 мың адамның даусын жинайтын болсақ, екі мемлекет арасында жұмыс визасы ашылатын болады. Жалпы бізге жұмыс визасы не үшін қажет? Егер екі мемлекет арасында жұмыс визасы ашылатын болса, Корея еліне келетін отандастарымыз дайын жұмыс орындарына келеді. Ешқандай агенттікке, ешқандай алаяқтарға алданбайды. Ең бастысы, ауруханаларға түскен уақытта жеке бастары сақтандырылады. Миллиондаған ақшаларды ауруханаларға төлем жасамайды. Кореяның заңдарын толық пайдалана алады. Құрметті қазақстандықтар, мені тыңдап көріп отырған әрбір мұсылман бауырлар, үндеудің сілтемесін алу үшін экранда көрсетілген нөмерлерге WhatsApp желісі арқылы байланысқа шығыңыз. Мен әрбір қазақстандықты қолдағанын, осы үндеуге дауыс бергенін қалаймын.